өзбекше көйлегіміздің мына шетін арғы шетін тігіп аламыз. Оған қоса мына жерде екі қайтара тігеміз, сборкаға дайындап аламыз. Мен қазір тігуін айтып отырмын сіздерге. Мінекей алды. Осы алдында қазір бұлай үш бұрышын тігіп аламын. Міне бұны да тігіп алам, қазір тігіп атқанда көрсетемін. Мына жеңдері, міне жеңі мен бүйтіп бүктеп қойдым. Мына жеңін де осы жерлерін тігіп сборкаға дайындап аламын. Бірдесен бәрін. Мінекей енді арқасы. Арқасы да тура солай. Міне бұлай қойып қойдым. Өзбекше көйлектерін обязательно астарлану керек. Бұны да біз мына жерін тігіп аламыз. Тек осы жерін иығын үнікейін тігеміз. Енді мына бізде баланы. Бұл баланды, мына баланымызды сборкалап тігіп алам. Мына жиегін тоқимын бұны. Мына баланым бұлай ұзын болып тұрады. Бұны бұлай тігіп аламыз сборкаға дайындап, бір жағын мен тоқып аламын. Міне мен енді баланы тігіп атырмын 1 сантиметрден осылай. Тура солай мына кеудесінің де сборкасын тігіп алдым 1 сантиметрден, мен жерде көрініп тұр. Енді мына жеңдерін тігеміз. Жеңде 1 сантиметрден бұлай тігіп аламын. Закрепі беремін. Баланың сборкасын тігіп алдым, жеңін тігісін тігіп алдым. Енді қыздар мына жеңді осы жерден 5-6 сантиметр детскийға, үлкендерге 10 сантиметрден қоямыз. Осы жерден сборкаға дайындап аламын. Мінекей бұны да әрлеу қылып тігемін. Үшке қойып. 0 сенмен тігеміз, 5 миллиметрден тіксе де болады. 2 рет тіксеңіз де болады. Мінекей мен көрсеткен жерім 5-6 сантиметр деген осы жерден мен шығарамын. Мен қазір сборкаға дайындап атырмын. Келесінде тура солай жеңді қоямда осылай аламын. Жеңді тігіп алдым. Көрсеңіз, бұлар дайын болды. Үсті бірінші тігіп аламыз. Қазір енді мына арқасын тігіп алам. Бірінші осындай тігістерін бәрін тігіп аламыз да. Мінекей арқасын енді осы жерден арт жағының ойындысын тігіп көреміз. 5 миллиметрден тігеміз. Тігіп шықты. Мына жер тесік болып қалды, қарасаңыздар. Бұны мен қайта тігіп шығамын дұрыста қазір. Жіптерін атластап. Енді біз домалақ тіккен кездерде біз обязательно бүйтіп насечке беріп алыңыздар қыздар. Беріп алдық. Енді осыған мына астарына қарай бұрып, мынаны осы жерден строчка береміз. Ол строчканы бүйтіп 1 миллиметрден беремін қазір. Мына обязательно мына астындағы несі, мына ақ матаға қарап беремін қазір. Тігіп жатырмын строчкасын. Қазір көрсетемін сіздерге қалай тұрғанын. Қазір көресіздер, арқасын жалғастырамын. Міне қарасаңыз, мен осы қараттым. Енді бұны не үшін істедік? Бүйтіп төсеген кезде, міне қараңыз, өзі бүктелініп 1 миллиметрдей кантигі шығып тұрады осылай. Қазір енді арқасын жалғастырып көрсетемін. Бұл арқасы, қазір мен алдын көрсетемін. Міне алды да тура солай, мен бұлапқа шаншып қойдым.
мына жерін үшбұрыш қылып алдық. Осы үшбұрышты қазір белгілеп аламыз, бүйтіп жақсылап. Осы жерден біз сұғып тігуіміз керек. Мына жерден бастаймын. Мына велюр жылжып кете береді екен. Мен мына жерді белгілеген, мынау тұр. Осы жерден мен инемді шаншимын. Міне инем шаншылды. Енді лапканы көтеріп, бері қарай тіке бұрып аламыз бұны. Міне бұрып алдым. Енді осылай тігіп шығамын. Міне жіптерін бәрін қырқып тастаймыз. Енді қарасаңыз, мына жеріміз біздің үшбұрыш. Осы үшбұрышты да, бұны кеспесеңіздер, осы бұрыш болмай қалады. Бұны тек мына жіпті кесіп алмаңыздар, мына жібімді. Енді бұны да былай қарай бұрамыз. Мен көрсетейін, бұл өте әдемі бұрыш болып тұр. Міне, көрсеңіз өте әдемі болды. Енді біз осыны осылай үстінен бастырып тіксек те болады. Менде көрінбейді бұл велюр матадан. Өйткені мықтап ұстап тұрады. Мінекей мына бұрышқа келгенде жаңағыдай осылай бұрыш қылып аламыз. Міне соқтым. Енді көтереміз. Сөйтіп бұлай айландырып алып, мына бетін тігіп шығамыз. Қазір көрсетемін қалай тұрғанын. Жіптерін қырқып тастаймыз. Міне біздің жағамызда осылай әдемі болып шықты. Енді бізге арқасын тігеміз. Арқасын тігу үшін мінекей мынаны былай қоямыз. Мына жерге туралап қойып аламыз, бүйтіп міне. Енді мына иықты жабамыз бұяға. Мінекей көргенде біздің иығымыз жабылды былай. Астындарында қалып кетпеу керек, оны да туралап қойып алып отыруымыз керек біз бүйтіп. Міне, енді қазір тігіп шығамыз жерді. Міне бір бетін тігіп шықтым. Жіптерін қырқып отырамыз. Қазір астын аударып көрсетейін, қандай отырғанын көресіздер. Өшіресі қатады. Міне мен мынаны айландыры тігіп алдым. Жылжып кетпеу үшін, міне астына қарағанда мына ақтан көрініп тұр. Өйткені ары бері бұл қозғалып кететін болғандықтан осылай істедім. Енді мына арқасын былай тігіп қойғанбыз бүйтіп. Енді бұны осылай қоямыз. Міне былай қойып аламын. Сөйтеміз да мына велюрымызды велюрға қоямыз. Міне. Сөйтіп осы жерден былай жауып. Міне осылай қазір тігіп аламын. Міне тігіп алдым, аз көрсетемін қалай тұратынын. Мінекей бүйтіп ашқан кезде осылай тұрады. Міне көрсеңіз, астымен асты. Міне үстіңгі жағы да осылай әдемі болып тұрады. Мынаның үстін қаптап, қазір бұл жағында тігіп аламыз. 5 мм-ден тігеміз бұл жақты да. Инемді соғып аламын. Әзір көрсетем, қалай тұрғанын көресіздер.
Міне теріс жағы да әдемі болып тұр. Оң беті де осылай әдемі болып тұрды. Мінекей бұлай болып. Енді қыздар, мен мына жағында қазір бұлай жүргізіп бекітіп алуым керек. Өйткені тігіп атқанымызда жылжып кетпеу үшін. Ол үшін мен бұлай қоямын не жерге. Мына жерін тігіп болғаннан кейін тігесі арт жағын алдын бірінші тігіп алуымыз керек еді. Жаңа көрдіңіз бе? Üstündeki verir matam sozuna verin. Islap tıksenizdер, оңай тігіліп шығады. Өзбекше көйлекті осыны ұқты тігу керек астарын. Өйткені қалталанып қалады кей кездерде. Сол үшін мұқият қарап, көктеп алып сарсыз. Қазір көрсетемін сіздерге, оң жағында, теріс жағында артық жерлерін бәрін кесіп тастап отырамыз. Мінекей көрсеңіздер, бұлай мен тігіп шықтым. Сүттерін кесіп алып тастаймын. Мінекей менікінің кеудесі дайын болды. Енді бізге осы жерге, міне бұлай бетіп қояйын. Көрініп тұрады өзбекше көйлегіміз. Енді осы жерге мен мынау баланды сборкалап тігіп алдым. Міне көрініп тұрған шығар сіздерге де бүйтіп міне. Енді осыны осы жерге жиюым керек. Бұлай. Оны жимай тұрып, мен мынаның етегінің ұшын тоқып аламын. Кішкентай қайтары зигзагқа қоямын. Үрлеу зигзагқа. Мынаны бірге қоямын. Біріменен екінің ортасына қойып, қазір мен осы жерде тоқып өте еректеліп кетіп жатыр. Сіздерге көрінбей тұр. Тоқып алайын біраз жерін. Мінекей мынандай бұйраланып тұрады. Қазір тоққаннан кейін көресіздер. Міне мынандай майда болып сборкаланып тұр ұшы. Болды. Осындай әдемі болып ирелектеніп тұр. Көрсеңіз, енді біз сборка дайындаймын әзір. Мына жерді мен алдын ала тігіп ағамын. Қазір осы жерін тартып, мына жерге шақтап сборканы саламын. Мен тоқтап жиып алдым. Әзір бүйтіп шашып тастаймын. Біркелкі қылып. Өлшеп көреміз әзір. Міне келіп тұр біздікі. Қазір мен осы жерге тігемін. Мінекей қазір біз көйлегімізді теріс қаратып аламыз да жеңін тігеміз. Жеңін тігу үшін теріс қаратып алдық. Мына жеңді біз тігіп, сборкаға да дайындап тігіп шыққан. Енді осыны бүйтіп сборкалап жиямын. Мені сборкалап жиып алдым. Енді мына жерге өлшеп көреміз. Мені біздікі көрініп тұр. Осы жерге мынау келу керек. Мені қарап тұрсаңыз, әдемі келді бұяғы.
Енді келесі бетінде тура солай жиямыз. Мінекей келесі жеңінде үстіп сборкалап қойып көріп алдық. Өте әдемі дайын тұр. Енді біз мына жеңінің аузын қайтара саламын. Мінекей бұның да ұшын баландап алам әзір. Үшке қоям. Екке қойдым. Бір. Тігіп шықтым. Міне сборкалары осылай болды. Енді біз осы жерге резинка тігеміз бет жиып.